Құлпынайдың адам ағзасында емдік қасиеті өте зор. Құлпынай саулығыңызды сақтайды, ағзаңызды тазалайды және теріңізді жақсартады. Құлпынайдың құрамында С, К, Б, В тобындағы дәрумендер, калий, кальций, магний, натрий, мырыш, темір сияқты минералды заттар бар. Ол халық емінде бірнеше дертке дауа ретінде кеңінен қолданылады. Ол балалардағы шөту мен қаназдық кезінде, авитаминоз бен иммунитет төмендегенде, жатырдан қан кеткенде, жұтқыншағыңыз ауырып, аузыңыздан жағымсыз иіс шыққан кезде, йод пен темір тапшылығында, қант диабеті мен буыны ауыратындарға құлпынайды көбірек жеуге кеңес береміз. Жүрек қан тамырлары ауыратындарға күніне 1 стакан балғын құлпынай жеуді ұсынамыз. Бүйрегінде тасы бар науқастар үшін күніне 300 грамм құлпынай жесе, тасы еріп түседі. Экземадан зардап шеккендерге де құлпынай ем болады. Ол үшін балғын жемісті жараңызға жақсаңыз болғаны. Артық салмақтан арылғысы келгендерге де құлпынай көмектесе алады. Егер күніне аш қарынға 50 мл құлпынай шырынын ішетін болсаңыз, өт ауруларының алдын аласыз. Осы емді құлпынайдың пісетін мезгілінде күн сайын үзбей қолдансаңыз, өтіңізде тас байланбайды, қисаймайды, толмайды, әрі қабынбайды. Бар жоғы 50 мл құлпынай шырыны өт ауруын түбегейлі ұмыттыратындығына сеніңіз. Ал егер күніне 3 рет тамақтанудан алдын құлпынай шырынын ішетін болсаңыз, бүйрегіңіздің саулығын ұзақ уақытқа сақтай аласыз. Ол үшін 1 стакан жеміс шырынына 2-3 тамшы лимон шырыны мен жарты шай қасық қант қоссаңыз жеткілікті. Құлпынайдың тұнбасын микроб пен бактерияларды өлтіріп, түрлі аурулармен күресетін күш береді. Емдік қасиеті мол жеміс тұнбасы мен ауыз қуысын, жұтқыншақты, тыныс жолдарын шаюға және несеп шығару жолдарын тазалау үшін ішке қабылдауға болады. Тұнбаны дайындау үшін таза піскен 5 дана құлпынайды 200 мл қайнаған суға салып, бетін мықтап жабасыз. Ыдысты сыртынан жылы орап, жарты сағаттай тұндырып қойыңыз. Белгіленген уақыттан соң тұнбаны сүзіп алып, тамағыңызды шайсаңыз, жөтел әп-сәтте жазылады. Ауыз қуысындағы жаралар, жағымсыз иістер кетеді. Ал егер бұл тұнбаны ішсеңіз, несеп жолдарыңыз тазаланып, кіші дәрет арқылы шлактан құтыласыз. Құлпынайдың жапырағының тұнбасын дайындау үшін мынандай әдісті қолдансаңыз болады. Жалпы құлпынайдың жапырағының тұнбасы жүйкені аурудан қорғайды. Ол үшін 1 ас қасық ұнтақталған кепкен жапырақты 200 мл қайнаған суға салып, бетін жауып қоясыз. Шамамен 25-30 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, жарты шай қасық балмен араластырыңыз. Дайын болған тұнбаны жылы күйінде 3 рет ішу керек. Бұл тұнба ішу өткен кезде, тамақтан уланғанда, ішекке инфекция түскенде керемет ем болады. Міндетті түрде қолданып көріңіздер. Осындай пайдалы ақпараттар тыңдағыңыз келсе, біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.